үйрену барысында 70-80% уақытыңыз это временная связь между собой деген үш сөз табылады. Бұл етістік. Идти, ехать, ускорять. Плохое отношение, ненавидеть, соп, үш немесе алты блок. Видеоға лайк. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Келген тілді үйренгенде ең басты қиындық тудыратын бұл әрине сөздерді жаттау, сөздік қорды көбейту. Ана тіліңізде болсын, не болмаса басқа үйреніп жүрген, кез келген шетел тілінде болсын, ең басты роль атқаратын бұл сөздік қор. Тілді үйрену барысында 70-80% уақытыңыз сөздерді жаттауға үйренуге кетеді. Орта есеппен алған кезде 3000 сөзді білуіңіз қажет. Бірақ танымал полиглоттардың айтуынша, күнделікті өмірде сол тілді түсінуге 350 сөз жеткілікті. Білмеймін енді кім қалай айтады, бірақ 350 сөз деген өте аз сияқты. Өйткені глаголдардың өзі ең кемінде 500 сөзді құрайды. Жаңа сөздерді үйренген сайын біз тілді түсіне бастаймыз, және произношениеміз дұрысталады, оқуымыз, жазуымыз дұрысталатыны ол айдан анық. Және достар, бүгінгі берілген дайын сөздерді міндетті түрде жаттап алыңыздар, және үнемі қайталап тұрыңыздар. Повторение, мать учения. Барлықтарыңыз білесіздер, біздің есте сақтау қабілетіміз ұзақ уақытқа және қысқа мерзімге сақтайды. Егер сіз ұзақ уақытқа есіңізде қалғанын қаласаңыз, міндетті түрде қайталауыңыз қажет. Мен қазір қысқа түрде ассоциацияға тоқталып кетемін. Енді сөздік қор, сөздерді жаттау деген тақырыпқа келген кезде бұны аттап өту енді мүмкін емес. Аттап өте алмаймыз. Ассоциация – это временная связь между событием, образами и понятием. Бір сөзді зрительно бір затпен қатыстырып жаттауыңызға болады, есте сақтауыңызға болады. Мысалға, алма. Біз ағылшын тілін үйренген кезде, мен көп жаңағы шетелдік полиглоттарды тыңдаған кезде, көбінде мысалы алманы қолыңызға ұстап тұрып, ағылшынша сөзін айтасыз, apple. Сол сияқты орыс тілінде де алманы қолыңызға ұстап тұрып, яблоко, алмұртты ұстап тұрып, груша, кітапты ұстап тұрып, книга дейтін болсаңыз, сіздің сол қолыңызға ұстаған сезіммен сол кездегі ассоциация болады, ассоциируется. Енді бүгінгі видеоның тақырыбына келетін болсақ, сөздерді оңай әрі тез қалай үйренуге болады. Кез келген тілді алып қарайықшы, орыс тілі болмасын, қазақ тілі, ағылшын тілі болмасын, барлық тіл сөз таптарына бөлінген, сөйлемді құрау жолдары бар, барлығы систематично берілген, бірінен кейін бірі кезек-кезек. Тура сол сияқты сөздерді де жаттауға болады, тура сол системамен. Ол дегеніңіз қалай? Мысалға, кез келген тілде ең маңызды деген үш сөз табы бар. Бұл етістік, сын есім, зат есім. Естеріңізде болса, мен бас кезінде айтып кеттім, тілді үйренген кезде 3000 сөз түсіну үшін, жазу үшін, оқу үшін, еркін сөйлеу үшін бас кезінде жеткілікті деп. Сол 3000 сөздің 500-і бұл бізде етістік, 500-і сын есім, прилагательный, 1000-жарымы зат есімдер, существительный. Ал қалған 500-і осы қалған сөз таптарынан құралады. Ал бүгін ең бірінші етістікке тоқталатын боламыз, глаголы. Ең маңызды деген 10 группаға бөлеміз, етістіктерді 10 группаға бөлеміз, және сол группалардан блоктарға бөліп жүктейміз. Міндетті түрде жаттап алыңыздар. Бірақ бүгінгі видеода мен сөздерді ғана беремін. Сөздерді презентация түрінде қазір картинкамен берілетін болады. Ал аудармалармен менің осы видеоның астында описанияда ссылка болады, Telegram каналымнан таба аласыздар. Глаголы стадии. Начало. Начинать, становиться, готовиться. Продолжение. Продолжать, откладывать, повторять. Завершение. Завершать, прерывать, переставать. Глаголы движения. Виды движения. Двигаться, идти, скользить, кататься на лыжах. Движение вверх, вниз. Поднимать, подниматься, опускать, падать. Скорость. Спешить, лететь, ползти, идти, ехать, ускорять. Глаголы движения. Преследование, преследовать, схватить, убежать. Движение в воде. Течь, плавать, нырять.
Глаголы наличие, количество. Наличие, принадлежность. Существовать, владеть, принадлежать, содержать. Нехватка, нуждаться, не хватать, отсутствовать. Добавление. Собирать, наполнять, быть в избытке. Глаголы наличие, количество. Сокращение, сокращать, тратить, портить. Сохранение, оставаться, удерживать, хранить. Положение, класть, находиться, ложиться. Глаголы положения. Стоять, сидеть, висеть, лежать. Бытовые глаголы. Жить, рождать, жить, дышать. Работать, работать, зарабатывать, отдыхать. Есть, пить, готовить. Бытовые глаголы. Одеваться, носить, надевать, стирать. Спать, приводить себя в порядок. Спать, будить, умываться. Болеть, простудиться, выздоравливать, слабеть. Глаголы чувств. Хорошее отношение. Любить, любить, предпочитать, уважать, восхищаться. Плохое отношение. Ненавидеть, ссориться, завидовать. Горе, радость. Страдать, вынести, жаловаться, смеяться. Глаголы чувств. Гордость, гордиться, скромничать. Уверенность, надеяться, верить, сомневаться. Старение, лень. Заботиться, лениться, уставать. Глаголы мышления. Обучение, изучать, обучать, знать, ошибаться. Учебные операции. Читать, писать, считать, выражать. Логические операции. Думать, исследовать, доказывать, решать. Рабочие операции. Работать, проверять, делать, готовить, проверять, использовать. Брать, держать, бросать, тянуть. Соединять. Присоединять, завязывать, привязывать, отсоединить. Рабочие операции. Закрывать, открывать. Искать. Разрушать, ломать, резать, скрести. Операции с водой. Лить, мыть, растворять. Глаголы общения. Говорить, шептать, молчать. Обращаться. Информировать, спрашивать, требовать. Отвечать. Объяснять, советовать, помогать. Глаголы борьбы. Нападать, угрожать, нападать, ранить. Защищаться, бороться, защищать, освобождать. Военные операции. Победить, проиграть, сдаться. Достар, көріп тұрғандарыңыздай глаголды 10 топқа бөлдік. Әр топ 3 немесе 6 блоктан тұрады. Әр блокта ассоциация үшін картинкалар берілген. Сіздер осы картинкаға қарап отырып, сол сөздерді естеріңізге сақтасаңыздар болады. Сонымен достар, сіздерге бүгінгі видео пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздерден міндетті түрде қолдау күтемін. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліңіз. Колокольчикті басып қоюды да ұмытпаңыз. Жаңа видеолар шыққан кезде өткізбей көре аласыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Күнсая топ.